Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін 2025-тің хит болып жатқан Орео пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен ерітілген бөлме температурасында тұрған сары майымызға қантымызды қосып, оның үстінен бір жұмыртқамызды қосып, толықтай араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп, өлшеп алған болатынмын таразыға. Оның үстінен 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз. Осылайша салмамызға қосып, оның үстінен 2 ас қасық какаоны қосып, жұмсақ етіп, ең алдымен венчикпен, одан соң қолымызбен қамырды илеп дайындап аламыз. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне қалдырамын, сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Осылайша кішкене басы біріккенше қолмен жақсылап қамырды илеп аламыз. Қамырымызды осылай қолымызбен илеп дайындап болғаннан соң пакетке салып 20 минутқа холодильникке жіберетін боламыз. Қамырымыз кішкене қатайғанша. Енді қаймағымызды таразыға өлшеп алатын боламыз. Бөлек ыдысымызға салып, қаймақтың үстінен 2 жұмыртқамызды, қантымызды және 2 ас қасық жүгері крахмалын қосатын боламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осылайша біздің салмамыз дайын болды. Енді Орео печеньесін алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осы салмамызға қосатын боламыз. Толықтай араластырып аламыз. Қамырды шығарып, керек формамызға осылай жайып аламыз. Оның үстінен барлық салмамызды құйып, печкамызды 165 градусқа қыздырып қоямыз. Осылайша барлығын салып, бетінен ореоларымызды қойып шығамыз. Печкамызды 165 градусқа қыздырып қойып, 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Осылайша біздің хит пирогымыз пісіп шықты. Арасын қазір кесіп көрсететін боламын. Достар, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Сізді дәл осылай дайындап көріңіз, ас болсын.